Жылдам ақпараттар естуді жалғастырамыз. Барша қазақ елі көрсін, білсін, хабардар болсын. Сәлем қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамызға жазылып лайк түймесін басыңыз. Қасым-Жомарт Тоқаев Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысу үшін Тяньцзин қаласына барды. Мемлекет басшысы Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин келіссөз жүргізді. Қасым-Жомарт Тоқаев Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысу үшін Тяньцзин қаласына барды деп хабарлайды ақорда. Бүгін Инбуган мемлекеттік резиденциясындағы Қасым-Жомарт Тоқаев пенен Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин келіссөз жүргізді. Мемлекеттер басшылары Қазақ-Қытай жан-жақты әрі мәңгі стратегиялық серіктестігін нығайту перспективасын талқылайды деп жазылған хабарламада. Еске салайық, Қытайға сапардағы қарсаңда Чин Дайл газетіндегі Қасым-Жомарт Тоқаевтың мақаласы жарық көрді. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатта болыңыздар.